Достар, ардақты ағайын, қадірлі қонақтар, ұлттық спорттың жанашырлары мен ат спортының жанкерлері. Бүгінгі дүбірлі додаға еліміздің әр өңірінен келген жүйрік тұлпарлар мен тәжірибелі шабандоздар қатысып, ұлттық спорттың мәртебесін асқақтатуға өз үлестерін қоспақ. Ендеше жарысқа қатысушы 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар командаларды зор қошеметпен қарсы алайық. Алматы облысы, Жамбыл облысы, Қарағанды облысы, Қостанай облысы, Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Ұлытау облысы. Қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар шабандоздарға. Қазақ халқы үшін жылқы еркіндіктің, тектіліктің және рухани байлықтың символы. Спорттың ең мәртебелі түрлерінің бірі. Алғашқы құттықтау сөз кезегін береміз. Орынбасары Сейдахметов Марғұлан Берікбекұлына береміз. Ассалаумағалейкум, құрметті ауыл тұрғындары, қадірлі ақсақалдар, қонақтар. Баршаңызды ұлттық ойындар мен спорттық жарыстың ашылуынан шын жүрекпен құттықтаймын. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан қалған асыл мұра. Олар жастарды ептілікке, батылдыққа, шыдамдыққа тәрбиелейді. Бүгінгі жарыстың қатысушыларына сәттілік пен жеңіс, ал көрермендерге көтеріңкі көңіл-күй тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, бірлігіміз нығайтып, ұлттық құндылықтарымыз жасай берсін. Мереке құтты болсын. Көп рахмет. Бүгінгі дүбірлі додаға еліміздің әр өңірінен келген жүйрік тұлпарлар мен тәжірибелі шабандоздар қатысып, ұлттық спорттың мәртебесін асқақтатуға өз үлестерін қоспақ. Қадірлі бәйгесері қауым, парад тік тұр. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні. Жезқазған қаласы әкімінің кубогіне арналған бәйге жарысын ашық деп жариялаймыз. Тұлпардың дүбірі мен шабандоздың жігері тоғысқан бұл жарыс ұлт рухын асқақтатып, ұлттық спортты дамытудың серпін береді. Қадірлі бәйгесер қауым, бүгінгі жарыс бағдарламасында тай бәйге, құнан бәйге, топ бәйге және аламан бәйге түрлері бойынша жарыстар өтеді. Осындай ауқымды жарыстың Ұлытау өңірінде ұйымдастырылуы ұлттық спортты дамытуға,
ата-бабадан мирас болған асыл дәстүрлерімізді дәріптеуге және еліміздің түпкір-түпкірінен келген спортшылар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайтуға бағытталған маңызды қадам. Ұлттық спорт пен ұлттық өнер халқымыздың егіз қазынасы, бірі рухымызды шыңдаса, бірі жанымызды тербетеді. Бүгін Ұлытау жері тағы бір мәрте ұлттық рух пен салт дәстүрдің ордасына айналып, қазақтың төл спортының мәртебесін көтеретін дүбірлі додаға куә болып отырмыз. Қадірлі ағайын, қазақтың әрбір игі ісі ақ батамен басталған. Ендеше Талап ауылында өтіп жатқан дүбірлі бәйгеге ақ жол тілеп, бата беру үшін сөз кезегін Ұлытау өңірінің абыройлы ақсақалы Қадыров Дулат Талғатбекұлын ортаға шақырамыз. О жаратқан ием құдірет, тілегімізді қабілет, имамымызды кәмілет. Сұрасаң бата берейін, үстен болсын берейін, қыласпен қол жайсаң ақ тілекті төгейін. Алла тағала мынау пайғамбарларымыз қолдасын, әрқашанда әруақтарымыз қолдасын. Қойлыбай атамыздың, Теректі әулие бабамыздың әруағы қолдап, мынау бүгінгі дүбірлі тойымызды Алла аман есен, аттарымызға тияғы сынбайтын балаларымыздың аман есен, аттан құламай аман есен өткізуін Алла тағала ықылас тілегімізді қабыл етсін, той қыласын, арты мол қыласын, ұзақ өмір бейбіт өрсін берсін Алла. Аумин, Аллаху акбар. Көп рахмет. Тұлпарларымыз жүйрік болсын, шабандоздарымыз аман болсын. Ұлттық спортымыздың абыройы асқақтап, бәйгенің мерейі үстем болсын. Қадірлі бәйгесер қауым, шабандоздарға сәттілік тілей отырып, ортаға бүгінгі бәйгенің той басшысы Мағзумов Жоламанды шақырамыз. Сәлем сөздің анасы болар айқын, қазағым он ежелден бағалайтын. Бәйге десе қубасы доғамалайтын, ағайын ассалаумағалейкум. Бәйге деп күн батырған, таң аттырған, ұрпаққа ұлағатты сабақ қылған, бәйге федерация жасай берсін, шабандоздарды алдыртқан абат қырдан, осы ауылда бір бәйге боладау деп, атбегілер арғымақ жараттырған, Ұлытау облысы жасай берсін, ат шаптырып ел жұртты қонақ қылған, атшабардың алаңын дүркіретіп, әлемнің бетін бері қараттырған, сіздердей асыл халық әлемде жоқ, ұлдарым бақытына балап тұрған, бәйге жасап ұлдарын ер қылам деп талаптай ауылға кеп талап қылған, талаптарыңызға нұр жаусын, таланттарымыз тасада қалмасын. Бауырлар бір-біріне шатыр болды, бүгінгі бәйгемізде ақыл болды. Маусымашар бәйгесін жасасаңдар, бауырлар бұл істерің батыл болды, істеріңе береке берсінші деп, кубогын жезғазғандық әкім берді, әкіміңнің кубогын жүргізем деп, ат ерттеп тойыңа ақын келді ағайын. Бүгінгі тойда ақын да бар, батыр да бар, шабандоз да бар, дарабоз да бар. Олай болса әдептен озбайық, уақытты созбайық, бәйгеміз бастауға санаулы секундтар қалды. Алыстан келген меймандар, жан-жақтан келген меймандар кигіз үйге кіріп, адал астан дәм татыңыздар. Ал жаңа бәйгеге қатысушы бірінші тай жарыстан басталады ғой. Сол кісілер аттың тісін тексертіп, қауіпсіздік ережелерімен таныса берсе болады. Той құтты болсын. Бәйге ашық деп жариялаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті топ бәйге көрермендері. Міне, Алла сәтін салып, топ бәйге ұжымы Жезқазған қаласына, Ұлытау облысына келіп отыр. Биыл енді 2024 жылы маусымашарды 2023-тен бастап біз бастап едік. 2023, 2024, 2025 жылы маусымашар бәйгесін өткізе алмай, белгілі бір жағдайларға байланысты. Міне Жезқазған қаласы әкімдігі қолдап, үлкен деңгейде, республикалық деңгейде ұйымдастырып отырмыз. Маусымашар бізде 4 бәйге түрінен өтіп жатыр. Тай бәйге 3,5 шақырым, одан кейін құнан бәйге 7 шақырымды есептеп отыр. Топ бәйге бізде 15 шақырым, одан кейін соңғы аламан бәйгеміз 21 шақырымнан тұрады. Алла қаласа Алматы облысынан, Жамбыл облысынан, Қостанай облысынан, Астанадан, Қарағанды облысынан көптеп міне өзіміздің Ұлытау облысы бар. Атбегілер бас қосып, осы жерде бір керемет бәйге болайын деп отыр. Айшуақ тайдың аты, иесі
Исках Васылхан, бапкері да сол кісі Шабандоз Нұрмұхаммед, келген жері Қарағаш, берілген нөмір 16. Оқтан жылдам оқ жетпес тай. Иесі Нұрсұлтан, Шабандоз Нұрислам, Бидайға ауылынан кеп отыр, 26 нөмір. Осымен боқпалдық. Ал хабарландыру, өздеріңізді әлеуметтік желден көрген шығарыстар, дегенмен артық етпейді. Тай жарыс 3 километр, бір айналым. Тайларымыз сақадай сай деп ойлаймыз. Сақаның өзі бұл тайлар сияқты сай емес шығар. Ал тай жарыс басталам дегенше фавориттермен таныстыра отырайық. Ел білсін, мықтыларымыз, жақсыларымыз дәріптелсін деген мақсатта. Міне, мынау Еркіндік ауылынан шығып, еркін көсілген Қарахан атты тайымыз талай додаларда топ жарып жүргені баршамызға аян, және де оқтан жүйрік оқ жетпес Бидайық ауылының тайы өткен күні ғана өткен Жаңарқа ауданының әкімінің кубогының иегері. Дегенмен қалған тайларда шабандоздарында сағысын басын, дүние алма кезек қой. Сондықтан бәріміз сай тұрайық. Бүгін мүмкін жаңа есімдер естіп қалатын шығарымыз. Тайларымыз төрт көз түгел сөренің жанында тұр. Санаулы секундтан кейін нағыз қызық басталады, нағыз той басталады. Маусымашар бәйгеміздің тұсауы кесіледі. Бұйырса осындай маусымашар бәйгеміз келесі айда шілдедегі бәйгеміз құтты болсын деп тұрайық. Одан кейін тамылжытып тамызда бір бәйге жасасақ артық болмас деп ойлаймыз. 30 күн ойын, 40 күн тойын жасаған жомарт көңілді қазақтың ұрпағы емеспіз бе? Ал кетті. Басталды. Таяқ жерге тасталды мінекей. Тай жарыс. Ұлытаудың мықтылығы расталды. Шабандоздар бағындырсын асқарды. Ағайын, қиқуға қиқу қосып көтерейікші тай үстіндегі жастарды деп қойайық. Мінекей. Шап! Әзірге тайлар бір-бірінің аңдысын ағып аңдып баратқан секілді. Арғымақтар алдына дара бөлінді, топырақты төңкеріп, тарлан жануар қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей, айғайла, пайбайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтама. Бір құдай жар болсын. Бір айналым, өкінішке орай көз жетпей тұр. Бір жағынан көз ілеспес жылдамдықпен жүгіріп бара жатқаннан кейін, шауып бара жатқаннан кейін аңғара алмай отырмыз.
Мінекей, адам түгілі, арғымақ түгілі, тайдың өзі бәйгені сағынық бағаны көрініп тұрған жоқ бағайын. Желмен жарысып жүйткіп бара жатқан, зымыраннан жылдам деп теңей берсек болатын шығар. Ғылыми тұрғыдан ең жылдам нәрсе жарық жылдамдығы болса, жер бетіндегі жылдам осы тайлар ма деп қаласың. Алтыншы нөмір. Маңдайы жарқырап, Шарық селосынан кеп тұрған көш бастап келедір. Санжар Шабандоз, елім айлап келе жатқан тай, елім ай тайы. Одан кейін жаңа ғана айтқан Қарахан лақабаты тай, келген желі еркіндік. О кісі де топ бастап келедір Шабандоза, Нұрай Шабандоз. Әлде де өзгеру мүмкін, алдын ала хабарлап қойып отырып. Жаңа ғана ауыз жиып болған жоқпыз. Кеше ғана Жаңарқа ауданында топ жарған жаңа фавориттер деп айттық қой. Оқ жетпес атты тай көш бастап келатыр. Үздік үштікте осылар. 26 нөмір Бидайық ауылы. Мінекей, мықты тәртіп сақшылары. Өз істеріңіздің маман екеніне сенеміз, алға ешкім жібермейміз. Мұндайда қан қозатын, қан толайтын білеміз. Оқ жетпес, оқтай жүйрік келе жатыр міне. Мінекей, шын мықтыға тұсау жоқ, аламанда деген осы ағайын. 16 нөмір 26, оқ жетпес өзінің мықтылығын тағы дәлелдеді. Екінші кескен жаңа ғана айтқан Қарахан, 11 нөмір еркіндік. 7 нөмір Жарық Марапат. 4-ші келген 6 нөмірлі Елімай 4-ші келген. Міне 5-ші орынға талас 17 нөмірдегі Шабандозымыз. 27. 6-ші келген 5-ші нөмірдегі Шабандозымыз. Еңбек ақталсын. Еңбек 19 бекен жоқ әлде 10-ші нөмір міне. Мәрені 7-ші кесті. 19, 8-ші кесті. 2-ші нөмірі Шабандозымыз 9-ші кесті міне. Осы 12-ші міне соңғы 10-дықты түйіндеді. Қалған енді арттағы Шабандоздарға сағы сынбасын деген тілек ниет білдіріп қойайықшы. Ал құрметті ағайын, өздеріңіз куәгер болдыңыздар. Бұл бәйгенің бір жақсы жері бұра тарту болмайды, очконы бокстағыдай бір-біріне лақтыру болмайды. Шын жүйрекке тұсау жоқ аламанда деген мінекей осы. Жаңа ғана тай жарыс басталмай тұрып атап өткен оқ жетпес өзінің мықтылығын тағы бір дәлелдеді. Қадірлі бәйгесүйер қауым, тай бәйге ұзақтығы 3,5 шақырым. 5-ші орынға иеленген ат иесі Алдияр Дастанұлы, Шабандоз Нұржігіт бауырымыз және Сәйгүлік Хадил Мыйбұлақ ауылы. Қошемет құрметтеріңіз аямаңыздар. 5-ші орын иегеріне 30 000 теңге ақшалай сертификат және диплом.
шын жүректен құттықтаймыз. Ортаға тұрсаңыздар. Қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар. Тай бәйге 3-ші орын Мивлақ ауылы. Тай бәйгеде 4-ші орынға иеленген ат иесі Адымбеков Айдос, Шабандос Санжар бауырымыз. Сәйгүлік Елімай, қошемет құрметтеріңіз, Жарық ауылы. 50.000 теңге ақшалай сертификат және диплом, қошемет құрметтеріңіз. Жүлделі 3-ші орынға иеленген ат иесі Жаныспай Ерлік, Шабандос Адикан бауырымыз және сәйгүлік марапат, қошемет құрметтеріңіз. 3-ші орын иегері Үшінші орын иегеріне 100.000 теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубокпен марапатталады. Қошемет құрметтеріңіз. Тай бәйгесінде 2-ші орын иеленген ат иесі Қабди Жанұзақ Шабандос Нұрай бауырымыз. Сәйгүлік Қарахан Еркіндік ауылы. Қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Сіздерден қолдау. Қадірлі ағайын, тай бәйге жарысында жеңімпаз болған ат иесі Құлманов Нұрсұлтан, Шабандос Нұрасыл бауырымыз. Тұлпар сәйгүлік оқ жетпес Бидайық ауылы. Қошемет құрметпен ортаға шақырамыз. Жеңімпаз Шабандозға 300.000 теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубокпен марапатталады. Ал топ жарған жүйрік тұлпарға қазақы дәстүрге сай ат шапаны жабылады. Қошемет құрметтеріңіз. Жеңімпаз жүлдегерлерді шын жүректен құттықтаймыз. Жеңімпаз Бидайық ауылы. Естелікке сөйлікке түсуге шақырамыз. Қошемет айқашуларыңызды аямаңыздар. Он алты құнан 4 көзі түгел. Барлығы сынақтан сәтті өтті. Ал енді нағыз сынақ, нағыз аламан, шешуш. Шайқас демей ақ қойын. Шешуш жарыс санаулы секундтардан кейін басталмақшы. 16 құнан, 16 құнан. Әйгілі 16 қыз деген өлеңді білеміз ғой. Сол секілді 16 құнан міне. Падишай жел қарай деп жұмбақтас. Ал құрметті ағайын, тай бәйге 3 шақырым болды. Енді құнан бәйге бірте-бірте өсіп келе жатырмыз, бірте-бірте өңіп келе жатырмыз. Құнан бәйге қазақтың саны киелі сан, 7 сан дегендей 7 шақырымға жоспарлап отырмыз. Әлемнің 7 кереметін көргендей болып отырайықшы, осы 7 шақырымдық құнан бәйгені көріп. 2 айналым, 2 айналым.
старт. Ал, таяқ жерге тасталды. Құнан бәйге басталды. Тағы да бір айтып қойықшы, Ұлытаудың мықтылығы осындайда расталды. Қасымыздан өткен кезде қиқулап көтеріп отырайық ат үстіндегі жастарды. Мінекей, жануар, желдей жүйтік біләтір, шашасына шаң жұқпай, етпен сүйектен жаралған жануар деп айту қиын. Құдды бір темір тұлпар сияқты міне. Алдыңғы топта 2-ші нөмірлі, 22-ші нөмірлі, 8-ші нөмірлі шабандоздар алғашқы айналымының тобын бастап баратыр. Дегенмен, кім едім деме, кім болдым де дейді ғой. Істің қалай басталғаны емес, қалай біткені маңыздырақ. Сондықтан ортада келе жатқан, артқы топта келе жатқан сәйгүліктердің, құнандардың, шабандоздардың соңғы 2-ші айналымда алға шығып кетуі бек мүмкін. Сондықтан алдын ала жасымаймыз, алдын ала рухымыз сындырмаймыз. Соңғы мәрені кескенше қолдау беріп, үмітімізді үзбей отырайық шағайын. Мінекей, көз ілеспес жылдамдықпен шауып бара жатыр. Ат емес аста намыс шабады дегендей жаратылғаны бөлек әңгіме. Намыс сынға түскенде жабыға да жалы бітер, намысқа тырысайық. Қымызымызды неміс алып, көкпарымызды қырғыз алып жатқан алмағайып заманда осылай бәйгемізді дамытып, бәйгемізді ешкімге бермеуіміз керек деген ойдамыз қадірменді ағайын. Сондықтан келесі құнан бәйгелерде, келесі аламан бәйгелерде, келесі тай бәйгелерде қатысушылардың қарасы бұдан да көп болады деген ниеттеміз, тілектеспіз, жүректеспіз. Мінекей, алда ешқайсысы бірінен бірі ұзап қалған жоқ. Соңында бір 2 тай ғана, оның алдында 2 тай ғана, бар жоғы 4 тай ғана сәл қалып келе жатыр. Құнан қалғаны бір топ боп жұмылып келе жатыр. Сұрақ белгісі, анау жүйрік, мынау жеңеді ау деп айта алмаймыз. Анық фаворит жоқ мына жерде. Сондықтан бірінші айналым сұрақ белгісі болып тұр. Нағыз мықты 2-ші айналымда іріктеледі деген үміттеміз. Ешкімді алға жібергісі келмейді. Қабақтары түнергісі келмейді. Үздік топ үштікті атап өтейікші. Бізге жеткен хабарландыру бойынша 5-ші нөмірдегі құнан, Жетіқоңыр, Миыбұлақ, Құмды көміні хан деген құнан топ бастап келе жатыр. Өзінің хан екенін дәлелдеп келе жатыр. Міне Жетпісбай Шерхан ағамыздікі иесі, бапкері Бергенов әулеті, Бергеновтер әулеті өздерінің құнан бәйгеде мергендіктерін танытып жатыр. Мінекей, бірінші айналымда. Екінші орынды мінекей, бірінші орынды хан болса, екінші орынды Ханшайым жарық, маңдай жарқырап 10-ші нөмірдегі иесі Жаныспай Ерлік, бапкері Әли. Мінекей, азырге бірінші айналымның қорытындысы осындай. Топ 2-лік мінекей. Әлде де өзгере жатар. Сондықтан құрметті атбегілер, құрметті шабандоздар, ынжырғаларыңыз түспесін. Әлі шын мықты анықталған жоқ. Шын жүйрік, шын бәйгені 2-ші группта білеміз. Елімайлап шауып келатқан Елімай міне үздік топ 3-тікте. Мына жерде мінекей қабаттасып, шаңның арасында бір-бірімен тартысып, бір-бірімен жармасып, міне
бір-бірімен жарысып келе жатқан жоқ сияқты, бұлар желмен жарысып келе жатқан секілді. Ағайын, қиқулақ қойыңыздар. Мінекей, мына кезде айта алмаймыз ғой, қайсысы бірінші келе жатыр, қайсысы екінші. Бәрі бірдей келе жатыр. Міне 5-ші нөмір 10, 22, 8, 4, 7, 11 қай-қайсысы болса да мықты деп ауыз толтырып айтуға әбден болады. Ағайын, бәрі бір деңгейде келе жатыр. Әрі кетсе аралары метрлеп өлшей алмайсың, сантиметр шығар. Сондықтан мінекей екінші айналым келді. Соңғы айналым. Қаның ойнап мұндайда жаңғырар кеуде, жүлдеңді алып бәйгеңнің алдынан келді. О жаратқан баланы сақтай көр өзің, құнанды да тұяқтан қалдыра көрме. Тайдан келген жеңімпаздар бар ғой, 1-ден 10-ға дейін алтын құнан, алтын тай не болады. Ербол деген сізде мына жерде. Арқаның азаматы Ербол ағамыздың ұйымдастыруымен болатын авторлық жобасы алтын құнанға осы тайдан құнаннан келген жеңімпаздар неге алады? Жолдама алады. Ол екінші айда болады. Ербол, арқаның азаматы деп атбегі жаны. Арқаның атымтай азаматы Ербол деген кісіні бәріміз білеміз ғой. Сол кісінің авторлық жобасы алтын құнанына бұйырса жаңағы тай бәйгеден жүлделі орын алғандар және құнан бәйгеден жүлделі орын алғандар сол кісінің бәйгесіне қатысады. Сондықтан жолдама алады, жолдама. Сондықтан бүгінгі жеңістің орны бір бөлек, бүгінгі жүлденің орны бір бөлек. Оның үстіне міне қос қуаныш қатар келіп жатыр. Ербол деген өз ағамыздың, Атымтай Жомарт ағамыздың авторлық жобасына жолдама алады. Қуан қазақ, бөркіңді аспанға лақтыратын жөндеріңіз бар. Өкінішке орай 3-ші нөмірлі Сәтбаев қаласының шабандозы жарыстан шығып қалды құнан бәйгеден. Үшінші нөмір шығып қалды, өкінішке орай. Мықты болып оралады деп ойлаймыз. Міне, аз ғана, әрі кетсе 500 метр, әрі кетсе 700 метр ғана қалды. Ағайын, қиқулап отырыңыздар. Мінекей, құнан бәйгенің жеңімпазы анықталады. Ербол ағамыздың авторлық жобасына жолдамалады және ауқымды көлемде қаражатқа жүлдеге ие болады. Еңбектеріңіз еленеді, еңбектеріңіз ақталатын сәт жақын. Мінекей, бағана топтасып келатқан 10 құнаннан мінекей үздік 3-еу ғана шашасына шаң жұқпай шауып келе жатыр. Осы топ үздіктен қазір анықтайтын боламыз. Ешқайсысы бірін-бірін алдына салғысы келмейді. Үш жүйрік алдына қара салмай бөлініп шықты. Мінекей, 2-ші нөмірлі, 4-ші нөмірлі, 7-ші нөмірлі шабандоздар топ бастап келе жатыр. 1, 2, 3 деп айта алмаймыз, 3-еуі бірдей келе жатыр. Қазір мәрені кескен кезде айтатын боламыз. Сондықтан міне 100 метрдей ғана уақыт қалды. Қиқула қазақ, айғайла, пай-пайла, алда кетті қайбайла, думандатып той-тойла деп мінекей. Әзірге 2 келе жатыр, бірақ арттағы екеуі де мінекей 2-ші нөмірлі Бидайық ауылының тағы бір Нұрасыл шабандозымыз. Бидайық ауылы құнаннан тағы бір мәрте шабандоз 1-ші орын алды. 2-ші 4 Алғыз, 56-ші Разез, 7-ші нөмірлі шабандозымыз 3-ші орын Жарық станциясы, 10-ші нөмірлі Жарық 4-ші орын, 8-ші нөмірлі шабандоз 5-ші орын, 11-ші нөмірлі шабандоз 6-ші кесті мәрені, 22-ші нөмірлі шабандоз 7-ші кесіп атыр. Құрметті ағайын,
Мінекей, ағайын өздеріңіз куәсіздер. Шындығында бәйге Бидайық ауылында дамығанын мінекей дәлелдеп жатыр. Өз-өздеріне сенімділігін каскасына камера таққанда байқаған болатынбыз. Байқауымыз дәл кепті ағайын. Құтты болсын баршаларыңызға. Міне, арқалықтың ақтаңы 9-шы орында келді, 7-ші нөмірлі, 1-ші нөмірлі. Мәреден 8 ақ құнан өтті, 16 құнан қатысқан болатын, тек қана 50% өтті. Бұйырса алдағы уақыттарда бұл пайыздың көрсеткішін өсіруге тиіспіз, намысқа тырысуға тиіспіз деп ойлаймыз. Құнан бәйге ұзақтығы 7,5 шақырым жеңімпаздарды марапаттау үшін ортаға Ұлытау облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім басшысы Абдырайым Елдос Амангелдіұлын шақырамыз. Құнан бәйгеде 5-ші орын иеленген ат иесі Гуреев Төлеген Шабандос Нурик бауырымыз. Тұлпар сәйгүлік жол қасқа Ақ жол ауылы. Құнан бәйгеде 4-ші орын иеленген ат иесі Жаныспай Ерлік Шабандос Нурика. $100,000 теңге ақшалай сертификат және диплом табыс етіледі. Қошемет, құрметтеріңіз. Уржан Шабандос Серікбай бауырымыз. Әділхан және Шағала сәйгүлік. Қошемет, құрметтеріңіз. Жарық. Жеңімпазға $200,000 теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табыс етіледі. Құнан бәйгеде жүлделі 2-ші орын иеленген ат иесі Минансиев Дархан Шабандос Адамия ертілеу және сәйгүлік алғыз. «56-шы разъезд. Қошемет, құрметтеріңіз. Жеңімпазға $300,000 теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Құнан бәйге жарысында жеңімпаз болған ат иесі Құлманов Нұрсұлтан Шабандос Нұрасыл және сәйгүлік Жұмбақтас Бидайық ауылы. Қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Жеңімпаз Шабандос $500,000 теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Ал топ жарған жүйрік тұлпарға қазақы дәстүрге сай ат шапан жабылады. Қошемет, құрметтеріңіз. Жұмбақтас сәйгүлік Бидайық.
Қошеметтеріңізді аямаңыздар. Жұмбақта сәйгілік, жұлқынып тұр жарықтық. Шын жүректен құттықтаймыз. Құнан бәйгенің жеңімпаздары мен жүлдегерлері. Естелікке суретке түсіп алыңыздар. Аян шабандозға сәттілік тілек қойық. Киелі Жамбыл өңілінен, Тараз, Байзақ ауылынан кеп отыр оңтүстіктен. Алла жар болсын барлығыңызға. Одан кейінгі сәйгілік 30 нөмір Шабандоз Әлинұр, келген жері Лугабай, бапкері Қабылбек Серік, иесі Барлыбаев Бақытжан. 30 нөмірдегі Кербезденіп шабам деп кеп отыр. Мінекей сәйгіліктің аты Кербез. Одан кейін 20 нөмір тағы да бір Лугабай өңірінен кеп отырған Ноқай Шабандоз 20 нөмір. Бапкері Баха, жылқының аты Гаухар Тас. Мінекей Гаухар Тас фильмін көрген шығарсыздар. Гаухар Тастың маңдайы жарқырасын деп қойықшы. Одан кейінгі таныстырылымды құрметті ағайын зер салып тыңдаңыздаршы. Міне Жезқазған, Патқоз, Кейінгір керімсалы 22 нөмір. Бұл да сұңғар. Бірақ 20 нөмір келген жері Өспен өзінің өскенін көрсетсін. Шабандоз Жанасыл. Енді мінекей ағайын 5 айналымға куә боламыз. Нағыз аламан, нағыз дүбір дегеніңіз мінекей осы нағыз жаратылғаны, нағыз еңбектің көрінетін көрінісі осы топ бәйгеде көрінеді. Топ бәйгеде кімнің топ бастайтынына бәріміз бірге куә болайық. Алла жар болсын. 15 шақырым. Ал, құрметті ағайын, назардың бәрін топ бәйгеге саламыз. Міне басталды, таяқ жерге тасталды. Өзімнің дәстүрлі сөзімді айтайыш. Ұлытаудың мықтылығы расталды деп. Мінекей, қиқул ағайын. 5 айналым оңай емес. Құдай өз жар болсын. Аттың басын мінекей 7 нөмірлі шабандозымыз 1 айналымнан ақ жіберді. Мінекей 1 айналым. Арғымақтар тізгінді тартып, ауыздықты тартып, сыр білдірмей, бір-бірінің аңдысына ағып баратқан сыңайлы мінекей. Келтіріп жатырған шырайды маған бәйге осынысымен ұнайды. Мінекей, арғы атамды сұрасаң көк бөріміз, бергі атамды сұрасаң атбегіміз, ағайын барлығымыз бәйге өткізіп жатқан Ұлытаудың патриот әскер қойықшы. Мінекей, қазағым кейдерас құлагерсің, құлагер қашанғенді құла бөлсін. Қазақтың көкбарына бәйгесіне ағайын тек өздерің мұрагерсің. Сондықтан осындай мұрагерлеріміз жаңғырта берейік. Мінекей, алдан өміріне көз жетіп тұрған жоқ. 2 сәйгілік топ бастап бара жатыр. 3-шісі ортада.
топ бәйгенің жарысында болсын. Құлақтарыңызды ғана бер қарай бұзып, жаңа қара кілтті тапқандарыңыз болса, нұр үстіне нұр болады деп тағы бір хабарлап қойықшы. Ал ағайын, бәйгеге зер саламыз. Міне маңдайы жарқырап, алда 3 сәйгүлігіміз келе жатыр, мінекей. Кіл жүйрікте кім жүйрік екені анықталатын сәт жақын демей-ақ қойын. Әзірге бірінші айналым, екінші айналым бар, үшінші, төртінші, бесінші айналым бар. Сондықтан тұлпарларға да, шабандоздарға да оңай болмайтын анық. Сондықтан әрқайсымыз тілеулес, барлық шабандоздарға, барлық сәйгүліктерге тілеулес дұғада болып отырайық. Мінекей, топ бәйгенің алдын бастап келе жатқан 23-ші нөмір деген хабар жетіп жатыр. Мінекей, өспен өскенін көрсетіп жатыр. Сұңқар сәйгүлік. Сол жақ қапталда тұрған боз ат. Сәйгүліктеріміз үркіп кетпесін. Мінекей, 23-ші нөмірлі бір айналым өспен ауыл өскендігін көрсетіп жатыр. Өңгендігін көрсетіп жатыр. Мінекей, екіншісі Манадыр. Мінекей, 7-ші нөмірлі. Мінекей, мына топ боп бара жатыр, айту қиын. Әзірге топ бастап бара жатқан Манадыр 2-ші орын және Өспен ауылы әзірге бірінші айналым. Бірінші айналымның қорытындысы мінекей осындай ағайын. Бірақ бұл айналымның қорытындысы екінші айналымда да өзгереді, үшінші айналымда да өзгеруі бек мүмкін. Төртінші айналым бар, бесінші айналым бар. Сондықтан соңғы келатқан арғымақтарда алға шығып кету әбден мүмкін. Сондықтан барынша соңғы 15-ші шақырымға дейін, соңғы 5-ші айналымға дейін үміттеріңізді үзбеңіздер. Ғана ерекшелеп айтқан қарындасымыз, Әмина қарындасымыз міне қызда болса намысқа тырысып келе жатыр. Бір дуғолшап алып көтеріп қойайықшы. Келесі бәйгелерде ұлдардан да озып кетеді, жігіттерден де мықтылығын көрсетеді деп міне сүрінбей намысқа тырысып қамшылап келе жатқан батыр қызымызға, ағайын, батыр қарындасымызға қошеметтеп отырайықшы. Мінекей, жезқазған кейінгір 22-ші Әмина, кешегі мәншіктердің, кешегі әлиялардың, кешегі батыр қыздарымыздың ізбасары, Тамиристей батыр қыздарымыз ғой, шіркінай. Осындай ұлдарымызбен қатар осындай қарындастарымыз көз тойдырады. Және де міне көп арпа ішінде бір бидай дегендей міне жігіттермен арпалысып жүрген осы қарындасымызға, ағайын, құрметті ағайын, бәйге федерациясының атын орын алсын алмасын ынталандыру сыйлығымыз бар, арнайы сыйлығымыз бар. Оны марапаттау ретінде көретін боласыздар. Бір дуғол шапалақ ұрып қойыңыздар болады. Ескерусіз қалмау керек бұндай дүние. Бұндай дүние биліктегілердің, атымтай жомарттардың, кәсіпкерлердің де назарына түссінші деп қойықшы Әмина қарындасымыз. Мінекей, өздеріңіз көріп отырғандай, жаңа алда келе жатқан Өспен ауылы мен Манадыр ауылының жылқысы қайтадан көптің ортасына қосылған сыңайлы. Дара бастап келе жатқан ешкім жоқ ағайын. Бір-бірімен
жарысып келе жатыр. Бір-бірімен алысып келе жатыр. Ешқайсысын айта алмаймыз, қалысып келе жатыр деп. Мінекей ағайын, арнайы зер салып отырыңыздар. Жаңа бірінші айналымда екінші келіп еді, екінші айналымда бірінші келе жатыр деген хабар келе жатыр. Манадыр ғой, а? Луговой, 20 нөмір. Гаухар Таспен, мой мир, бұл менің әлемім, бұл менің жеке әлемім деп шауып келе жатқан екінші айналымның көшін бастап келе жатыр. Мінекей, бірінші айналымда екінші келеді, екінші айналымда бірінші. 20 нөмір, 33, 11, 25, 20 нөмірдегі шабандоздар үздік жетілікте, үздік сегіздікте келе жатыр ағайын. Қошеметтеп, қиқулап, бар екендеріңізді білдіріп қойсаңыздар. Қарындасымызға да қарап қойыңыздар, анау жерде шауып келе жатыр өзі. Алда әлі 3 айналым бар. Сондықтан қай-қайсынан болса да үміт үзбейміз. Қай-қайсысы болса да мықты. Айқайла, пайпайла, думандатып той-тойла. Шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай деп қойық. Мінекей, аты айтып тұрғандай, топ бәйге. Енді 2 айналым шыдап берсе, нағыз мықты, нағыз дүлдүл, нағыз шабандоз анықталады.
Тағы да ескертетін жағдай, Амина қарындасымызға арнайы жүлдеміз бар, ынталандыру сыйлығы. Үшінші айналымның қорытындысы бойынша топ бастап келе жатқан Луговой 33-ші нөмір. Луговой 3 айналым бойынша топты бермей жатыр. Екінші айналымда Манадыр келіп еді. Үшінші айналымда қайттан Луговой келе жатқан сыңайлы. Мінекей, 7 атымыз, 7 сәйгүлігіміз бірдей келе жатыр. Қайсысын айта аламыз бірінші келе жатыр деп. Бәрі бірдей келе жатыр ағайын. 4-ші айналымға жол тарттық. 7-ші нөмірлі, 16-ші нөмірлі шабандоз 1, 25-ші шабандозымыз 2, 1-ші нөмірлі 3, 4-ші келе жатқан 11-ші нөмірлі. Одан кейін топ бестікте жүрген 20-ші нөмірлі. Құрметті ағайын, міне айналымның көбі кетіп азы қалды. 40-ына шыдадық, 41-іне шыдайықшы. 41-дің зұлматын көрмесек те, 40-ына шыдап 41-іне шыдайық. Мінекей, 4-ші айналым. 4-ші айналымды 4 көзіміз түгел көрейікші. 4 күл дүние таңғалардай бәйге болып жатқан жоқ па ағайын? Жаңа 30-ші нөмір жолдан шығып қалып еді. Енді міне 9-ші нөмір жарық станциясы жарыс жолынан шығып қалды. Серікбай, Шабандоз, Баккері, Мағауя, тыныс бауырымыздың тынысы тарылмасын. Келесі топ бәйгелерде топ жарсын, келесі аламан бәйгелерден көрейік. Бұл соңғы жарыс емес шығар ағайын, соңғы бәйге емес шығар. Алда талай той болады, алда талай бәйге болады. Сондықтан үміт үзілмесін, бастысы сағымыз сынбасын, бастысы жігеріміз жанымасын. Міне 4-ші айналымның ортан беліне келдік ағайын. Жарыс соғалпы, бәрі бір-бірінен қалар емес, ара соншалықты алшақ емес. Топ бәйге атына сай, топталып міне кіл мықты да кіл мықты бір-бірімен бірдей келе жатыр. Çevet baykan. Biz sen ancak az çevet baykan. Çirat. Burası 5. numara. Çirat. Давай. Çirat otur da Çirat. 6-шы нөмірлі бауырымыз Шабандозымыз 4-ші айналымды енді бастап жатыр. Дегенмен жарыс әлі біткен жоқ. Соны ескертіп қойық. Үміт үзілмесін. Топ бәйге 15 шақырым. Жалпы жүлде қоры тек қана топ бәйгенің өзіне 2 миллион 100 теңге бөлініп жатыр ағайын. Сондықтан осы демеушілерге бір алғысымызды білдіріп қойықшы. Ал құрметті ағайын, 4-ші айналымның мәресі жақын 100 метрдей қалды дейм. 5-ші айналымға өтетін сәт жақын. 4-ші айналымның басын Жаңарқа Ақтүбек естуім бойынша 16-шы нөмір көш бастап келе жатыр. Міне өзгеріс қалай, 6-шы нөмір жарық. Ал ағайын, қиқулаңыздар. Топ бәйге, соңғы түйенің жүгі ауыр. Соңғы айналым Шабандоздар. Соңғы айналым, 5-ші айналым, 15-ші шақырымға қадам бастық мінекей.
Мінекей, бір 10-ның айналасына жетер жетпес шабандоздар мен арғымақтар қалды, іріктеліп нағыз мықтылар. Әмина қанымыз да соңғы айналымға дейін шабам деп жатыр. Әмина, Әмина, сен Әмина мықтысың, сен Әмина нағыз батырсың. Мінекей, қанша артта қалып келе жатырмын, бұл сенің болдың өз сен үшін жеңіс. Міне жасымай соңғы айналымға дейін шауып бара жатқан Әмина ханымның шындығында Әмина қарындасымыздың жігері мықты екен. Бұл қыз туралы шынымен, бұл қызды таң шолпан, кеш жарық деген айтулы біздің нелерге шақыруға болады деген бағдарламаларға. 6-шы нөмір жарық станциясы мінекей жарыстан шығып қалды деген хабар келіп жатыр. Соңғы түйенің жүгі ауыр екен, шынымен соңғы айналымға шыдай алмай қалды. Ештеңе етпес. 4 айналымға шыдаудың өзі нағыз ерлік, нағыз тектілік деп ойлаймыз. Әмина қарындасымыз да соңғы айналымға келгенде шығып қалды. Дегенмен 4 айналымды еңсерген Әмина қазым қарындасымыз мықтылардың мықтысы ғой ағайын. Қошеметтеп қойықшы. Аттан түскенде бір қошеметімізді білдіріп, сезіндіріп, нәзік жүрегін жылылыққа кенелдірейікші. Соңғы айналым ағайын. Бесінші айналымның бітуіне әрі кетсе 1,5 шақырымдай ғана қалды. 1,5 шақырымды еңсергеннен кейін біз нағыз мықтыны, нағыз еңбектің ақталғанын көреміз. Нағыз жүйрікті, төрткүл дүниеге паш етілсін деп тілейміз. Кешегі Дубайды шулатқан Кабир хандардай еңселі, солардай атақты болсын деп, Ұлытау өңірінен шыққан шабандоздар да бұйырса Қазақстанды дүркіретсін, Қазақстанды қоя беріп, әлемді дүркіретсін деп қойықшы. Аяқ қолын тең жазып, құстай ұшып келе жатыр мінекей. Үшеуі қатар келе жатыр. Артындағы екеуі әр кетсе бір 3-4 метр ғана қалып келе жатыр. Сондықтан осы 6 сәйгүліктің қай-қайсысы болса да жүлдеге лайықты. Әзірге бір 200 метрдей бар. 16-шы нөмір көш бастап келе жатыр. 16 санының көші өзгерер мекен, жоқ әлде өзгермей мекен, ағайын бірге куә болайық. Ортаға кіреміз, ортаға. Ойбо. Аяқтан қалып қойды ма, сәйгүлікке 50 метр қалғанда аяқтан қалып қойды ғой. Он 16-шы нөмір Қуан Жаңарқа, Шаттан Жаңарқа 15 шақырымды еңсерді. 25 дейді ғой, 25. 7-ші нөмір екінші келді. 25 бірінші орын келген бас жүлде Еркіндік ауылы екен, кешірім сұраймыз. 4 қара, 4 торы бірінші орын. Екінші орын манадан бері 7-ші нөмірлі Манадыр ауылының сәйгүлігі
3-ші орын келген мінекей 23-ші нөмірде Өспен ауылы өскендігін көрсетті. Және 4-шіні түйіндіген 5-ші мәлде 4-шіні түйіндіген 11-ші нөмір 4-шіні түйіндіген 11-ші көктің көлі жұлдыздай ақып келген Ақатай Бесен бауырымыздікі. Нұржол Бейбей көктің көлі 4-ші келген берілген 11-ші нөмір 4-ші келді. Ардақты ағайын, бәйге думаны жалғасады. Келесі кезекте топ бәйге. Үздік шыққан жеңімпаздарды марапаттаймыз. Топ бәйге ұзақтығы 15 шақырым. Жеңімпаздарды марапаттау үшін сахна төріне Жезқазған қаласының дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы Даумбаев Зухраб Жұмабекұлын шақырамыз. Зухраб Жұмабекұлы, біз жеңімпаздар мен жүлдегерлерді марапаттамай тұрып бір жақсы жаңалық бар. Бүгін ерлермен бірге бірдей болып атқа қонған батыр қарындасымыз бар. Соған көрермен көз айымы деген номинация берсек, сіздердің қошеметтеріңізбен және федерация атынан сыйақы бар. Соны табыстауға рұқсат етіңіздер. Амина қарындасымызды сахна төріне шақырамыз. Кеңгір Жезқазған, Алат Сәйгүлік, ер мінезді батыр қарындасымыз. Қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар. Топ бәйгеде 5-ші орын иеленген ат иесі Қырықбаев Алмас, Шабандос Ноғай және Сәйгүлік Гауһартас Луговой қошеметпен сахна төріне шақырамыз. Жүлделі 5-ші орын 100 мың теңге ақшалай сертификат және диплом табысталады. Төртінші орын иеленген ат иесі Ақатаев Есен Шабандос Нұржол бауырымыз және Сәйгүлік Жұлдыз. Көктің көлі қошемет құрметтеріңіз. Жүлделі 4-ші орын 200 мың теңге ақшалай сертификат және диплом табыс етіледі. Үшінші орын иеленген ат иесі Өтенов Олжас Шабандос Жанасыл бауырымыз және Сәйгүлік Сұңқар Өспен ауылы Қарағанды облысы. Құтты болсын. Үшінші орын иегеріне 300 мың теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Қошемет құрметтеріңіз. Екінші орын иеленген ат иесі Бақыбек Жанабай Шабандос Бегарыс бауырымыз. Мой мир Сәйгүлік қошеметпен ортаға шақырамыз. Манадыр
500 мың теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Екінші орын иегері. Қадірлі қауым, топ бәйге жарысында жеңімпаз болған ат иесі Тұрсын әулеті Шабандоз Әли және сәйгілік Нартора Еркіндік ауылы. Қошемет, құрметтеріңіз аямаңыздар. Жеңімпаз Шабандозға 1 миллион ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Ал топ жарған жүйрік тұлпарға қазақы дәстүрге сай шапан жабылады. Қошемет, құрметтеріңіз. Еркіндік ауылы Нартора бас жүлде. Ал құрметті ағайын, бәйге басталған сайын дәстүрлі сөз таяқ жерге тасталды. Аламан бәйгесі басталды ағайын, көптен күткен соңғы түйенің жүгі ауыр демекші, соңғы аламан міне. Жұмыста. Аха бақта. Жаңалыққа. Жеті айналым. 21 шақырымды осы 17 сәйгүліктің барлығы еңсерер мекен, еңсермей мекен. Бидайық деген сөзді бүгіндікке жоқ дегенде 15-16 рет айтқан шығармын. Себебі құнан бәйгеде де, тай бәйгеде де бидайықтың атына аталды. Жүрüyor senin söyleyeyim. Kan kattın. Babamız tekti deyik, епті deyik, тарихымызға қара бәргез бет түзейік. Бабамыз батыр болды дей бергенше, баламыз батыр болсын деп тілейік шағайын. Бәрі бір топ болып жатыр, өздеріңіз көріп біліп отқандай, әзірге бірінші айналымның жартысына да жеткен жоқ. Сондықтан бір-бірінің аңдысын бағып, сырларын біріп, әзірге бір-бірінің жұмбағын шешіп келе жатыр десек болады ағайын, құрметті ағайын. Асықпаған арбамен қоянға жетет дейді. Нағыз мықтылар, нағыз жүйріктер соңғы 5-ші, 6-ші, 7-ші айналымда іріктеледі. Мінекей, шабандоздарымыз бір қарасаң шыдамсыздық танытып жатқан сияқты. Бірінші айналымнан бастап тізгінді жіберіп тебініп келе жатыр ағайын. Сондықтан бапкерлер дауыстарыңыз жеткенше тәжірибелеріңізді айтып отырыңыздар. Мінекей, бірінші айналымның тобын 15-11-лі соңынан кербезденіп кіріп еді. Міне сөйтсек, құпия сонда жатыр екен. Шымкент қаласы
15 нөмір бірінші айналымның тобын бастап келедір. Және айтудан шаршамаймыз, бидайық тағы да мінекей. Шындығында оқ жетпестің ары мықты екенін дәлелдеп келе жатыр міне. Бұның ұнысы мінекей осы Шымкент міне. Айфонмен түстес киініп алған. Мінекей. Үздік ондық осы. Ешкім бірақ алшақтай қойған жоқ бір-бірінен. Дей тұрғанмен жаңағы аталғандар бірінші айналымның мәресін алғашқы кескен Шымкент, бірінші айналымның екінші кескен бидайық. Екінші айналымның тосын сыйлары басқаша болатын сезіп тұрмыз. Сондықтан екінші айналымда кім келер екен. Үшінші айналым көреді. Алда әлі 6 бірдей айналым бар. Алталашық баласы 6 айналымға шыдап беріңіздер, қиқулап отырыңыздар. Темп түсірмеңіздер, рухтанып отырыңыздар. Алап бәйгенің 17 қатысушысының 16-сы бір топ боп бара жатыр, әлі екінші айналымның 15-і. Екі арғымақ сәл-пәл артта қалды. Дей тұрғанмен жарыс жолынан шығып қалды деуге әлі ерте. Сондықтан қуырдақтың көкесін түйе сойғанда көресің демекші. Бәйгенің көкесін аламанда көресің ағайын. Мінекей, бір-бірінен әлі алшақтай қойған жоқ. 10 сәйгүлік дейікші, 10 сәйгүлік. Бір-бірімен табасып келе жатты, тармасып. Ал, құрметті ағайын, екінші айналымның ортан белінен астық мінекей. Көзді ашып жұмғанша, екінші айналымның ортан белінен астық. Жаңа 7 айналым деп сөзбен айтқанда қорқынышты жеткізбейтіндей көрініп жатыр еді. Мінекей, 5,5 ғана айналым қалды. Көз қорқақ, қол батыр. Міне, аттың үстіндегі шабандоздар батыр деп қояйықшы. 11-ші нөмір Жәйрем кенті Нұрислам бауырымыз жарыс жолынан шығып қалып жатыр. Міне, екінші айналымға жетер жетпестен келесте мықты болып оралсын. Сәттілік тілейміз. Ешкімді басынбаймыз, тасынбаймыз. Барлығымызда қазақ деген асылдаймыз. Арттағыларға да алға, арттағы бәйгел арғымақтарда алға шығып күтіп тұрған сияқты бізді тосын жайып қойықшы. Мінекей, 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар, аламан бәйгенің көркін қыздырып отқан жаңағы 17-ден іріктеліп міне топ бастап келетқан, екінші айналымның тобын бастап келе жатқан 24-ші нөмір 15. Шымкент әлі өз тұғырынан түсе қойған жоқ. Екі айналым бойынша үздік үштікте келе жатқан Шымкент 15-ші нөмір. Және 24 ортау, ортада топтың ортасы келе жатыр міне, атына лайықты боп.
Міне, толқыннан толқын қуады, толқыннан толқын туады. Шымкент екінші айналымдың бірінші орын иегері, міне екінші айналымды Шымкент кесті, 15 нөмір. 4 нөмірлі екінші кесті, 24 Бидайық, 24 үшінші, 5, 20, 17, 6, 27, 8. Осы топтың ішінде, құрметті ағайын, екінші айналымның нәтижесі осындай. Әзірге Шымқала, Шымкент екі айналым бойынша ақ толқын, арғымақ толқындатып келе жатыр мінекей. Орнын ешкімге бермей. Мыс бұлағын ағызған, мысты шақар, жезғазған. Мысымен талайдың мысын басса да, жылқысымен ешкімнің мысын баса алмай қалды, ештеңе етпес. Ал, құрметті ағайын, үшінші айналымның да ортан белгісіне әне-міне дегенше жетіп келдік. Жарықтың жылдамдығынан да жылдам сәйгүліктер бір-бірімен жарысып бара жатыр. Етпен сүйектен жаралған жануар деп кім айтады? Құдды бір темір тұлпар секілді мінекей. Кезінде жаугершілік заманында 1000 шақырым, 2000 шақырым, 3000 шақырымды артқа тастап, елімізді, жерімізді осы жылқының үстінде отырып қорғаған жоқ па? Сондықтан біздің тектілігіміз, біздің батырлығымыз, осы біздің болашағымыз осы жылқыда жатыр ағайын. Сондықтан осы жылқыны Ұлытау облысында, Жезқазған қаласында көтеріп жүрген бәйге федерациясы жасай берсін. Соның басы қасында жүрген аға бауырларымызға Алланың нұры жаусын, еңбектері елене берсін. Міне, әкім күбігіне таласып жатсақ, әкім бізге қарасып жатса, арғарай әкімі де, ақыны да, шабандоздар да, ат бегелері де ымыра бірлікте болсын. Ымыра бірлігімен осы облыстың руханиятын, идеологиясын көтеру жолында жұдырықтай жұмылсын деп тілек білдіріп қояйықшы. Жаңа ғана екінші айналымды кесті деп ау жиып болғанша болған жоқ. 10-шы нөмірдегі шабандозымыз жарыс жолынан шығып қалды. Келі Қаракеңгір, Нұржан шабандоз, бапкері Қанат ағамыз, қанаттарыңыз талмасын. Алдағы өтетін бәйгелерде бәйгенің алдынан көрейік сіздерді. Міне, құрметті ағайын, назарларыңыз арғымақтарда, жүректеріңіз шабандоздарда болсын. Үшінші айналымның бел ортасынан астық. Үшінші айналымның бітуіне, аяқталуына, мәресін кесуіне әрі кетсе бір 400-300 метрдей қалдау деймін. Әзірге 10 шақты сәйгүлік, 10 шақты арғымақ. Шымкенті бар, Жамбылы бар, Талабы бар. Қай-қайсы болса да мықты. Ешкімді осал деуге хақымыз жоқ. Және осал болуға хақымыз жоқ. Мінекей, шаң көтеріліп келе жатыр. Құдды бір кеше жаудың жүрегін жауға қашырған бабаларымыздай жүйткіп келе жатыр шабандоздарымыз. 17-ші ғасырдың батырлығы бойыма сіңіп жатқандай. Мінекей, айфон түстес, айфон арғымағы да осы үздік 8-дікте келе жатыр міне. Алғашқы болып 3-ші айналымның тобын
Шымкент қаласы бермей келе жатыр ағайын, қараңыздаршы. Үш айналым бойы жалғыз өзі кесті мінекей. 4-ші нөмірлі, 5-ші нөмірлі, 15-ші, 20-ші, 2-ші, 22-ші, 9-ші, 7-ші нөмірлі, 17-ші нөмірлі шабандоздарымызда осы топтан адаспай келе жатыр. 3-ші айналымның қорытындысы мінекей осы шырайлы Шымкент, Шымқала өзінің атын Ұлытауға келіп шығарып жатыр мінекей. 3-ші айналымда міне 27-ші нөмірлі де, 1-ші нөмірлі де сәйгүлігіміз кесті. Бұйырса әлі алда 4 айналым бар. Сондықтан бұл қорытынды әлі талай өзгереді ағайын. Сондықтан үміттеріңізді үзбеңіздер, тілектеріңізді тілеулеп отырыңыздар. 3 айналым бойы кескен Шымкент 7-ші айналымда 1-ші болып кесе алар ма екен? Мінекей 4-ші айналымның ортан белінен астық. 4 көзіміз түгел, 4 құбыламыз тең болсын 4-ші айналымда да. Ұлытаудың аламан бәйгесі 4-ші айналымнан өтті екен деп 4 күл дүние шуласын. Тай бәйге, құнан бәйге, топ бәйгедегі топ жарған қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Қайғыны бөлсең азаят, қуанышты бөлсең көбейет дейді. Сондықтан қуаныштарыңызды бөлісе беріңіздер ағайынмен. Қазір марапаттау сәті болады. Бір марқаяйық, бірақ шалқаймайық ағайын. Мінекей, әлі өзгеріссіз сияқты. Жарыстың аламанның азы кетіп, көбі кетті. Көбі кетіп, азы қалды міне. Ортан белінен дастық. 7 айналымның 4-ші айналымын еңсеруге жақынбыз. Біз әуелден батырмыз. Мінекей, 4-ші айналымда өзгеріп жатыр. 15-ші келе жатқан Шымкент үздік-үштіктен көрінбейді. 5-тік Ақжол ауылы топ бастап келе жатыр. Және де 8 Ортау 2-ші орынды белмей келе жатыр. 3 Ортау 24, 2 Ортау 2 мен 3-тіке міне 4-ші айналымда көш бастап келе жатыр ағайын. Көрдіңіздер ғой, аламан бәйге сонысымен қызық, сонысымен құнды, сонысымен мәндірек ағайын. Себебі 21 шақырым деген ол өздеріңіз де байқап тұрғандай оңай нәрсе емес, айтуға ғана оңай. Мінекей, көшті бастап 4-ші айналымда бидайық кесті. 24, 4, 15 Шымкент, 20, 5, 9. Мінекей, 5-ші айналымның, 4-ші айналымның нағыз қаһармандары, нағыз батырлары, нағыз шабандоздары мен нағыз дарабоздары осы кісілер ағайын. Сондықтан осы мәреден өткен сайын қиқулап күш беріп қойыңыздар. Шабандоздардың атын атақ қойыңыздар. Егер адамды өлтіргің келсе, оны елемей қой дейді ғой. Еленбей қалудан сақтасын. Елеп өскеріп қойыңыздар. Батырды бәрекелді өлтірет дейді. Бірақ бәрекелді шабандоздарға күш берет ағайын. Сондықтан бәрекелділеп отырыңыздар. Пайпайлап отырыңыздар. Айқайлап отырыңыздар. Қиқулап отырыңыздар. 4-ші айналымды мінекей топтан бөлек 1-ші нөмірлі 17-ші нөмірлі шабандоздарымызда кесті. Әлі алда 3 айналым бар. 5-ші, 6-ші, 7-ші айналым. Сондықтан үміт үзуге әлі ерте. Және де қуануға да ерте сәйкесінше. Бөрікті аспанға лақтыруға да ерте. Нағыз мықтылар, нағыз дүлдүлдер
Мінекей, үштің өзі күш. Төртінші айналымға жетер жетпес, шақырым қалған кезде жетер жетпес, уақыт қалған кезде жетер жетпес, қашықтық қалған кезде тағы бір шабандозымыз жолдан шығып қалды жарыс жолынан. 27 Өспен ауылы жаңа топ бәйгеде өзінің мықтылығын көрсетіп еді, өкінішке орай аламан бәйгеден шығып қалып жатыр. Өспен, сіздер келесі аламан бәйгеде шабасыздар ниеттеміз. Себебі жаңа құнан бәйгеде, топ бәйгеде мықтылықтарыңызды дәлелдеп тастағансыздар. Сондықтан біз сіздерді осал деуге қақымыз жоқ. Бұндай ханның қызында да болады демей ме? Сондықтан бұндай кемшіліктер, бұндай шаршаулар, бұндай болдырулар ханның қызында болғанда да бізде болмайды дейсің бе? Сондықтан сақтарымыз сынбасын, Өспен ауылы. Мінекей, құрметті ағайын, аламан бәйгенің 5-ші айналымның ортан белінен асып бара жатырмыз. Жаңағы 4-ші айналымды кескен үздік 10-дық бір-бірінен қалмай келе жатыр. Арпалысып келе жатыр. Бір-бірінің жалына жармасып келе жатыр. 3-те келе жатып, алға ұшып келе жатыр. 1-де келе жатып, артқа кетіп келе жатыр. Сондықтан құбылмалы ауа райы дегендей, бұл сайыстың қорытындысы да әзірге құбылмалы болып жатыр. Сондықтан анау-мынау деп айту қиын, бүк деп айту қиын, шік деп айту қиын. Сондықтан 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні 7-ші айналымның мәресінде айтылады ағайын. Міне, әне-міне деп көз жұмғанша 5-ші айналым жаңағы топ бәйгенің еңсерген қашықтығын аламан бәйгедегі сәйгүліктермен шабандоз еңсеруге сәл қалды ағайын. Міне, әне-міне дегенше 5-ші айналымның мәресіне 5-ші айналымның көшін бастап келе жатқан 7, 8, 7 емес 8 Ортау мінекей, Ортау елді мекені Коси 15 Шымкент мықтылығын темпін түсірмей келе жатыр міне. 5 айналым бойы 4-ші айналымда ғана ат алмай қалды. Алғашқы 3 айналымда алғашқы келді. 4-ші айналымда ат алмай, міне 5-ші айналымда қайтадан алға шықты ағайын. Бір шабандозымыздың 4, 8, 24, 15 Шымкент мен жаттап алдым өзі. 9, 2 айфон ғой. 25 міне 5-ші айналымның мәресін кескен нөмірлер осы кісілер міне. 7 кетті міне, 7 қаяқ еді. Жеті арқалық. Арқалықтың ақтаңы деген ән Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқ бірігіп жазған. Үзбекәлі Жәнібекұлының нұсқауымен сол арқалықтың ақтаңы бүгін атар ма екен? Құрметті ағайын, құрметті 6 алашым 6-шы айналымға кетті. Міне, енді бір 2 айналымнан кейін көптен күткен ұлы тойдың, көптен күткен маусымашар бәйгеміздің, көптен күткен Жезқазған қаласының әкімінің кубогын шын мықты, кіл мықты басына көтеретін болады құрметті ағайын. 2 миллион теңге және де арғымағына жабу жады және кубокты көтеріп керемет естелікпен, керемет сезіммен елді мекендеріне қайтатын болады, Ұлытаудың ерлігін айтатын болады ағайын.
Құрметті ағайын, зейінді басқа жаққа бұрмаңыздар. Бәйгелеріңі, арғымақтарың шығып қалып жатса, бұл сынаққа сынбаңыздар. Тыңдалмаған сөз жетім деп айтады. Сондықтан сөзді дұрыс тыңдаңыздар. Ұнап жатсам қошемет ұрыңыздар, ұнамасам қошемет ұрмаңыздар. Бұл сайысты Мұқағали жүргізу керек еді. Сонда да мойынды басқа жаққа бұрмаңыздар. Аяқасты кеп жатқан жүргізушінің сөздерін аяқасты қылмаңыздар деп қойықшы. Міне 6-шы нөмір орта 6-шы айналымның ортан белінен асты. Өздеріңізді көздеріңіз жетіп жатқан шығар, бірақ көзілеспес жылдамдықпен шауып бара жатыр. Не деген мықты, не деген тектілік, не деген еңбек, не деген қалай ғана жаратты екен. Ет пен сүйектен жарал деуге сену қиын. Не деген шыдамдылық, не деген төзімділік. 18 шақырым бойы осындай тоқтамай бір толқынды ұстап тұру деген ғаламаттың ғаламат емес пе, құрметті ағайын. Мінекей 4-ші айналымның 1 шақырымдай қалдау деймін. Шатыспасам, өзімнің көз өлшемімен өлшеп отырмын мен. Ауылдың баласымын, қазақтың дарасымын дегендей. Біздің де бір білеріміз бар. Шатыспасам солай сияқты. 17-ші нөмірдегі сәйгүлік міне 6-шы айналымға өтіп баратыр. Алда әлі 1,5 айналым бар. 17-ші нөмір 2 айналым бар. Сондықтан үмітіңді үзбе. Киелі Ұлытау, қарт Ұлытау, 300-дің басын қосқан, хан көтерген Ұлытау. 17-ші нөмірі. Шап. Әлі 1 айналым бар. Ештеңеден үміт түзуге болмайды. Балаң жуас, балаң асау болса қой баққыз дейді. Міне жуассың дейді. Балаң жуас болса, былжыр болса, оған жылқы баққыз дейді. Асаулығы жұқсын, тектілігі жұқсын дейді. Сондықтан жылқы баққан қазақпыз ғой. 24-ші нөмір Ортау, алғашқы орында келе жатыр. 15 Сырайлы Шымқала. Әр өз тұғырынан түсер емес. Екінші келе жатыр 6-шы айналымның. Мықтылар өз тұғырында ағайын. Мінекей 6 айналым болу шаршамай. Алғашқы үштікте келе жатқан Ортау. 15-ші нөмір Шымкент. 4-ші нөмір Бидайық міне. Бағанағы Оқжетпестің ағасына, жағасына қошемет. Ағайын соңғы айналым. Жер міне 6-шы айналымда бірінші боп кескен алғашқы үштікте Шымкент, Бидайық, Ортау және 4-ші нөмір. Және міне 5-ші боп кескен 8-ші нөмірлі. 6-шы болып кескен 9-ші нөмірлі. Алталаштың балашы 6-шы айналым бітті. Соңғы айналым. Пай-пайла, айқайла, думандатып той-тойла. Соңғы айналым. Тақымдарыңызды қысыңдар. Баласы атқа шапса, анасы үйінде тақым қысқан. Осы балалардың анасындай болмасақ та, анасында ағасындай мейірімділік көрсетейікші. Ағасындай тәрбие берейікші ағайын. Соңғы айналым. Шап, бас қамшыны. Соңғы айналым ағайын, соңғы айналым. 6 айналым бойы темптарын түсірмей, өздерінің тәжірибелігін көрсетіп, аттарының жаратылғанын көрсетіп, жаратқандағы маңдай терілерін көрсетіп атқан, ащы терінің алынғанын көрсетіп жатқан міне. Үздік 5-тік іріктеліп қалды ағайын. Ішінде Шымкент бар, ішінде Ортау бар, үздік топ 3-тікте жаңағы Оқжетпестің ағалары бар. Бидайық нағыз жүйрік баптайтын мен екен. Міне Ұлытауға келіп, есімдері ұлықталып жатыр. Ұлытау хан көтерген ел ғой. Сондықтан біз хан жақтан келген осындай сәйгүліктерді төмен түсірмейміз, төбемізге көтереміз. 7-ші номер айтшы, поворотта не деп аттың несі жарақат болды деймін. 7-ші нөмірлі аттың иесі, бапкері, атбегісі
Барасыздар ма? Анау оң жақтағы сөренің маңайында ат жарақат алған секілді. Сондықтан көмектеріңізді көрсетіп, алғашқы көмектеріңізді көрсетіп, бәйге алаңынан ат үрікпейтіндей алсаңыздар. Себебі соңғы айналым бізде. Ат үрікпесін, ешқандай қауіпсіздік ережесі сақталсын, ешқандай келеңсіздіктер туылмасыншы. Себебі соңғы айналым шауып келе жатқан, өз амалын тауып келе жатқан, бір-бірін қауып келе жатқан міне сәйгүліктерге, үстіндегі шабандоздарға кедергісін келтірмесін. 7-ші нөмірдің ат белгілері. Мінекей 4-5 атымыз іріктелді. Арасында түлкі сары жабылған бір сәйгүлік. Ал құрметті ағайын, міне нағыз мықты алтын әріппен тарихқа жазылатын сәт жақын. Ұлытаудың төрінде Аламанның шым мықтысы, кіл мықтысы анықталатын сәт жақын. Хан көтерген ел бұйырса әлемі Аламан бәйгенің шабандозын анықтаймыз. Шын жүйрік осындайда анықталады. Мәреде алаңнан кедеміз, құрметті ағайын, кедергі келтірмейміз. 24-ші нөмірдегі Ортау елді мекенінен келе жатқан шабандоз Коси ортаны жарып келе жатыр. Мінекей 7 қазына, өзінің 7 қазынаның бір екенін білдіріп келе жатыр. Жылқының лақабаты ғой. Мінекей Ортау әзірге соңғы айналымай ағайын. Аламан бәйгенің жеңімпазы 2 миллион теңгенің әкімнің кубогының иегері анықталатын сәт жақын. 2-ші орында мінекей ортаны басып озып келе жатыр ма? Озар мекен озды. 10-ші нөмірдегі сәйгүлік. Мінекей бүгінгі Аламанның жеңімпазы 20-ші нөмір тосыншы жасады. Халық келе жатып, намысқа тырысып, Аламанды басып озды. Мінекей жұмбағын сақтап отырған екен. 56-шы Разез, 20-шы нөмір Сырым Батыр, Айгүреңі Мергенбай ағамыздың айдарынан желесіп алғашқы келді ағайын. 2-ші нөмір, 4-ші нөмір Бидайық, Оқжетпесінің ағасы Нұрасыл шабандоз 2-ші келді ағайын. Шымкент 6 айналым бойы Аламанның алдын бермей келе жатыр еді. 7-ші айналымда мінекей үздік үштікті тәмамдады. Құрметті ағайын, бұйырған бақ кетпейді, қуған жетпейді, бұйырған кетпейді деген осы.
Қадірлі қауым, енді аламан бәйгеде топ жарған жүйріктер мен олардың иелерін марапаттайтын сәт келді. Аламан бәйге ұзақтығы 21 шақырым. Жеңімпаздарды марапаттау үшін сахнаға Жезқазған қаласы әкімінің орынбасары Сейдахметов Марғұлан Берікбекұлын шақырамыз. Сонымен аламан бәйге 5-ші орын иеленген Еркен Ердос ат иесі Шабандос Жандәулет бауырымыз және сәйгүлік Кейкі Ортау қошемет құрметтеріңіз. Бесінші орын иегеріне 200 мың теңге ақшалай сертификат, диплом табысталады. Жүлделі 4-ші орынға иеленген ат иесі Молда Саитов Алибек, Шабандос Алинұр және сәйгүлік Ақтолқын Шымкент қаласы. Шырайлы Шымкент қаласынан келген қонақтарымызға зор ықылас құрметтеріңізді аямаңыздар. Қонақ жайлықтарымыз танытайық. 300 мың ақшалай сертификат және диплом табысталады. Аламан бәйгеде 3-ші орынға ие болған ат иесі Тұрсынбаев Тілек, Шабандос Коси және сәйгүлік Жеті Қазына Ортау. Қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар. 500 мың теңге ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Аламан бәйге 2-ші орын иеленген ат иесі Құлманов Нұрсұлтан, Шабандос Нұрасыл бауырымыз, сәйгүлік Хан Күрен Бидайық. Қошемет құрметтеріңіз. Екінші орын иесіне миллион ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Миллион құтты болсын. Қадірлі бәйге сүйер қауым, аламан бәйге жарысында жеңімпаз болған ат иесі Сәдуақасов Мергенбай, Шабандос Сырым бауырымыз, сәйгүлік Айкүрен 56-шы разрез. Қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар. Аламан бәйге бас жүлде жеңімпазға 2 миллион ақшалай сертификат және диплом, медаль, кубок табысталады. Ал топ жарған жүйрік тұлпарға қазақы дәстүрге сай ат шапан жабылады. Құтты болсын!